Ассалаумағалейкум, елордамыз Астана, мереке құтты болсын. Қош келдіңіздер. Ойбай, қалайсыздар, жақсыздар ма? Мама, көзді ашып жұмғанша 40-қа да келіп қалыппыз ғой, өзіміз байқамай қалдық вообще. Залда 40-қа толғандар бар ма? 84-тер. Құрдастар бар ма? Қайдасыздар? Құрдастар. Ойбай, Астана бойынша 8-ақ адамсыздар ма? Қалғандар қаяқта? Құрдастар, қалай? Құрдасым, 40 қалай болып жатыр? Ей, жан, 40 қалай, жақсы ма? Уже байқайсың ба, бір иіс бар, я? Ойнай айтам, ойбай. Вообще негізі 40-қа келген кезде адам бір салмақты, серьезный әңгіме айту керек қой. Мен вообще 40-ты қабылдай алмай отырмын, шыны керек. Енді не әңгіме құрдасым айтып отқан, иіс бар ма деген. Вообще, афишаның өзін көрсеңіздерші, мынау, қараш. Мынау 40-қа келген еркектердің тірлігі ма? Не мынау? Саусақты байқадыңдар ма? Алтау. Қош, енді байқабатсыздар ма? Негізі саусағым нормально, бәрі күшті, ойымдамаңыздар. Аяғымда ғой, алтау. Ойне айтам. Жалпы енді біз Қанат екеуміз 40-қа келіп жатырмыз, түйедей құрдасыз, баяғыда айтатын еді қандай. 2-40 қосылды, 40. Ладно. Оны айтпай қояйын. Жалпы өзі 40 деген жас қызық жас екен, негізі бар ғой. Я кәрі емессің, я жас емессің, ортада бір тұрып қалған жас екен андай. Әсіресе андай клубта жас қыздармен билеп атасың ғой. 2006-лар ағай дегенде сол жерде қартайып кетесің ғой. Шашың ағарып, бата беріп шығарып салғың келіп тұрады ана қыз. Вообще байқайсыздар ма, 40-қа дейін негізі әйел адамдар үйде отырады да, еркектер қаңғырып жүреді. 40-тан кейін наоборот, әйел адамдар құтыра бастайды. Энергиясы таусылмай анда барып, мұнда барып. Мен ойлаймын да, ана айтады ғой, әйел адамның 40 жаны бар дейді ғой, сол 40-қа келгенде қосылады ау осы. А мен наоборот 40-қа келдім ғой, 40-тан кейін наоборот үйде отырғым келмейді, қаңғырғым келмейді андай. Үйде андай созылып кеткен трикомен, майкымен жүре бергім келеді андай. Жуа жеп, аузым сасып айтады ғой енді 30-ға келіп орда бұзбасаң 40-ыңда қамал алмайсың дейді ғой. Осы қамал алмайсың деген үйде отырып қамалуды айтқан жоқ па екен, е? Құдай сақтасын, үйде отырып қамалғаннан гөрі сіздердің құрмет, қошеметтеріңізге бөленген әлдеқайда артық. Қош келдіңіздер, Астана. Енді біз Қанат екеуміз үшін биыл айтулы жыл 40-қа келіп жатырмыз, гастрольдік іс-сапарменен міне бүгін Астанаға да келдік. Біз үшін енді айтулы жыл, жалпы еліміз үшін де өте жеңісті, табысты жыл деп айтсақ артық болмас. Ауызға толтырып айтатын болсақ, Парижда өткен Олимпиада 2024. Ойбай, 1 алтын, 3 күміс, 3 қола. Рахмет, Елдос Сметовқа рахмет. Жалғыз алтын алып берген, ұятты қала жаздадық, Құдай сақтасын. Елдос Сметов алтын алып еді, үкімет не істеді? Асфальт салып берді. Меніңше бар ғой, бұл үкіметтің бізге беріп жатқан мотивациясы сияқты. Үй жағыңа асфальт керек па? Балаңды спортқа қатыстыр. Чемпион бол, дұрыс асфальтпен жүресің. Үй жағыңа ауыз су керек па? Қызыңды плаванияға қатыстыр. Чемпион бол, ауыз су, ыстық су проблема шешіледі деп тұр ғой енді. Қарасаңызшы. Даже Демеу Жадыраевтың өзі финалға шықты. Уже үй жағына бригада кетті ғой, асфальт төсейтін, смола қайнататын, бордюр ауыстыратындар. Ұтылып қалып еді, үй жағындағы асфальт мынадай болды да қалды ғой. Өйткені ол алтын алған жоқ, зачем оған шығындалып вообще? Мен вообще мына нәрсені түсіндім, бізді, оказывается, спорттан олимпиадаға жібермеу керек екен. Бізді комментария жазудан олимпиадаға жіберу керек. Ой, не деген комментария жазды, қарасаңыздаршы. Елдос Сметовқа қара. Кәсіпкер жалғыз алтын алған Елдос Сметовқа 100 жылқы сыйлады. Астында комментарияны қараңдар. Қалғандарын қайтындар, Елдостың жылқысын бағасындар деп тұр ғой. Ойлашы, еліміздің намысын қорғауға кеткен спортсмендерді қолдаудың орнына комментариямен көміп тастап отырдық қой біздер. Бірақ енді 1 алтын алдық, ничего страшного. Общий зачетта 43-ші орын алдық. Біз ешқандай настроениеміз түскен жоқ. Керісінше үйге келдік, есімізді жидық, жуынып, шайынып, тамағымызды ішіп алып, бүкіл әлемді Астанаға жинап, көкпар ойынын ұйымдастырып, 43 алтынды ешкімге бермей өзімізге алып алдық ма? Сөйтіп өшімізді алдық. Ұят болмасын деп Францияға 1 алтынды өздеріне қайтарып бердік. Садақа, бәле жала осымен кетсін. Саған күніміз қарап тұрған жоқ деді. Көрдіңіздер ма? Бұл андай сияқты ғой, біз бала кезімізде үлкен балалардан таяқ жеп қаламыз ғой. Үйге шақырып, папаң көзінше тепкілейміз ғой. Тура сондай ғой. Бүкіл әлем шақырып алдық стадионға. Очки киген папа қарап тұрды. Көзінше 43 алтын алып бердік қой, пожалуйста. Бұл енді көкпаршылар ойындары, бұл біздің ойын, табиғатымызға жақын. Бұл жерде енді қазақтар жеңіске жетпесе, басқа ешқандай мемлекет жеңіске жету мүмкін емес.
бұл біздікі. Иә. Енді көп ойландықта, неге біздер осы олимпиадада бірақ алтын алдық? Не болып қалды бізге? Оның алдында 3-4 алтын алатын біз. Оказывается, ол алтындарды бізге әкеп берген шетелден жалдамалы шақырылған спортсмендер екен ғой. Ана Зүлпия Чиншанло, Майя Манеза, Отгонцыцык, Галбатрах деген вообще қазаққа қатысы жоқ. Мен ойлаймын, көк тудың, желбіреген көк тудың астында өзіміздің қазақтың қара домалақ балалары жеңіске жетсе, бұл нағыз қазақтың абыройлы жеңісі деп тануға болады. Иә? Шетелден спортсмен жалдап, сол спорттың деңгейін көтермей аяқта қойдық. Бірақ бір жағынан ойлап қаласың. Мысалы, шетелден спортсмендер жалдап, спорттың деңгейін көтеруге болатын болса, онда неге біз шетелден әкімдерді жалдамаймыз? Бұлай ойлап қарасаң, ойлашы. Нью-Йорктың әкімін Астана қалдырасында 3 ай жұмыс істейсің дейсің. Ол тоқтамай 3 ай жұмыс істейді. Неге? Өйткені оның класстасы жоқ, группаласы жоқ, моншаға шақыратын, әйелі жоқ, төркіні жоқ, миын жейтінше тоқтамай жұмыс істейді. Астананың неше түрлі небоскреб, метро, андай аквапарк бәрін салат, сосын жайлап анаумен таныса бастайсың. Ет асасың, балаңның тұсауын кестіресің, аузына түкіртесің, шапан кигізесің. Анау уже жайлап дәмеленіп қазақ бола бастайды анау уже. Менің руым Найман деп жүреді уже постоянно. Опа, мынау қазақ болып баратыр дейсің да, жайлап бурасында көтеннен бір тебесің. Қай дейсің ғой Нью-Йоркқа. Анау Нью-Йоркқа барып, керісінше Нью-Йоркты Астана қыла бастайды ғой жайлап. Өзімен өзі тұрған асфальттың бетін қырып, күн суып, қар жауғаннан кейін барып, турбаларды ақтарып, теплотрассаны. Сосын Нью-Йорктағылар айтады ғой, сен не істеп жатсың дейді ғой. Үндеме, Орта Азия сөйтіп дамып жатыр екен дейді. Бітті. Ананың өздері соттап жіберіп жауып тастайды. Бітті. Енді былай ойлап қарасаңыздар, қазір бәрі электронды ғой бізде енді. Яндекс деген бар, Индрайвер деген енді приложениялары бар ғой. Неге біздер андай әкім драйвер деген приложение ашып алмаймыз соткаға? Қарашы, спокойно, тегін скачать етіп аласың. Алдына барып отырмайсың, ол қашан келеді, жиналыста, Астанада деп отырмайсың. Через приложение арқылы әкімдердің қайда жүргенін білуге болады. Қара. Үлкен әкім мын жақтан келе жатыр, зәм әкім мын жақта жүр, екінші зам мын жақта жүр. Үшеуі бірігіп алып не істейін деп жатыр екен? Опа, қарайықшы деп. Қарақ басаң, опа, үшеуі саунада отыр, Бергелей, шық ана саунадан дейсің да, осы приложение арқылы тоқтатпай жұмыс істейсің ғой. Қара мына үй жақтағы асфальт не болып жатыр? Мынаны істеп беріңдер дейді. Бітті. 2 ай күтіңіздер, 2 айда сіздің шаруаңызды шешіп береміз дейді. Спокойно. 2 айдан кейін мынадай нәтижелі жұмыс көрсетеді. Еще соңында әкім жұмысын бағалап кетіңіз деп өздеріңізге жалынатын болады. Бұл енді мен фантазиям ғой, болашақта қалай болатын белгісіз. Бірақ дей тұрған менде біздің еліміздің спортын көтеретін спортсмендеріміз көп болсын, халықтың жағдайын жасайтын әкімдеріміз көп болсын. Рахмет, мереке құтты болсын, Астана!